Мен Мұхтар Әуезов қайтыс болғанда құрметті қарауылда тұрдым. Шыдам жағынан алғанда 2 минут маған 2 жылдан кем көрінген жоқ. Бұрынғы жарқ-жұрқ еткен байсалды, келбетті, орынды, ақылды сөздер, орынды терең ойлар, орынды қалжың қылжақтарды айтар ағамды мен танымадым. Табытта жатқан Мұқаң екеніне мен сенбедім. Мұндай халге Мұқаңды қиямын деген түсіме де кірген жоқ еді. Алдымен көзім түскені, аяқ жағына барып едім, кеудесі ғана бар. Ах, дедім күрсініп. Жүрегінен бастап ішек қарын алып тастаған екен ғой. Бұлар нес? Ең құрығанда мақта салса қайтеді. Бұлай етуге болмайды ғой деп, қатты көңілім алдым. Мұқаң қарны бар кісі еді. Мыналары нес? Бәрібір тірілмейді дегенімізбен жұртқа бұлай көрмей жасаудың қажеті қанша? Бұл өліге де, тіріге де жаман әсер қалдырады ғой. Өліктің жүзін жұртқа көрсетпей жерлеудегі мұсылман салты дұрыс екен ғой деген ойға келдім. Жарықтық, иманды болсын, құрметтейтін кісім еді. Амал қанша. Мен Мұқаңды басында тұрып та өлімге қаймадым. Өлді дегенге сеніп барып, табытта жатқанын көрсем де сенбей тұрыппын. Астағфиралла. Бұл ерекше деталь. Мен басында тұрғанда Мұқаңның бетіне шыбын қонды. Шыбынды қуу үшін Мұқаң бетін тұржитты. Үркітті. Селк ете қалдым. Кейін ойлансам, психологиялық қалыпта емес екен. Бұл Мұқаңды өлімге қимағанның реакциясы болу керек. Бұл қалай? Мұқаң тірі, бетіне қонған шыбынды қуу керек екен деп ойлап, соған сеніппін. Кейіннен мен ақылымнан алжасқан жоқпын ба дедім өз-өзіме. Мұның бәрі Мұқаңды қимағандығым екен. Бауыржан Момышұлы.